Мурунның жиі канауы бұл не және неліктен болады? Мурунның канауы медицинада эпистаксис деп аталады. Бұл өте жиі кездесетін жағдай. Көптеген адамдар өмірінде кем дегенде бір рет осы жағдайға тап болады. Бұл мұрынның ішкі бөлігіндегі ұсақ қан тамырларының зақымдануынан туындайды. Мұрынның ішкі қабығы өте нәзік және қан тамырларына бай болады. Сондықтан кішкентай тітіркендіргіштің өзі қан кетуге себеп болуы мүмкін. Балаларда мұрын канауы ересектерге қарағанда жиірек кездеседі. Себебі олардың қан тамырлары әлі толық дамып үлгермеген және беткейге жақын орналасқан. Көп жағдайда бұл қауіпті емес және үйде оңай тоқтатылады. Мұрын канауының ең көп таралған себептерінің бірі қоршаған ортаның әсері. Мысалы, қыс мезгілінде немесе кондиционер жұмыс істеп тұрған бөлмеде ауа өте құрғақ болады. Құрғақ ауа мұрынның ішкі шырышты қабығын кептіріп жібереді. Бұл өз кезегінде қабықтың жарылуына және тітіркенуіне әкеліп соғады. Нәтижесінде ұсақ қан тамырлары оңай жарылып, қан кетеді. Сондай-ақ биік таулы аймақтарда ауа қысымының өзгеруі де мұрынның қанауына себеп болуы мүмкін. Бұл табиғи факторлардың әсерінен болатындықтан, олардың алдын алу шараларын білу өте маңызды. Мұрынға тікелей әсер ету де қан кетудің жиі себебі болып табылады. Бұл мұрынды қатты шұқу, оны қатты сілкілеу, немесе спорт кезінде, немесе кездейсоқ жағдайда алынған жеңіл жарақаттар болуы мүмкін. Балалар ойнап жүріп мұрындарын жиі соғып алады, бұл да қан кетуге әкеледі. Сонымен қатар мұрынға бөгде заттың кіріп кетуі әсіресе кішкентай балаларда шырышты қабықты зақымдап, қан кетуді тудыруы мүмкін. Мұндай жағдайларда қан кетудің себебі айқын көрініп тұрады және әдетте үлкен алаңдаушылық тудырмайды. Кейбір медициналық жағдайларда мұрынның жиі қанауына себеп болуы мүмкін. Мысалы, аллергиялық реакциялар немесе суық тию кезінде мұрынның шырышты қабығы қабынып ісінеді. Бұл кезде адам мұрнын жиі сілкілейді. Бұл қан тамырларына қосымша қысым түсіреді. Сонымен қатар қанның июына әсер ететін кейбір дәрі-дәрмектерді, мысалы аспирин немесе қанды сұйылтатын басқа препараттарды қабылдауда қан кету қаупін арттырады. Сирек жағдайларда жоғары қан қысымы немесе қан аурулары сияқты күрделі аурулар мұрынның жиі қанауының негізгі себебі болуы мүмкін. Қауіпті белгілер. Қашан дәрігерге жүгіну керек? Көп жағдайда мұрыннан қан кету қауіпті емес, бірақ кейбір белгілерге ерекше назар аудару керек. Егер қан кету жиі қайталанса, мысалы аптасына бірнеше рет болса, бұл дәрігерге қаралуға себеп. Бұл жай ғана құрғақ ауаның әсері емес, ағзадағы басқа мәселелердің белгісі болуы мүмкін. Дәрігер оның нақты себебін анықтап, тиісті ем тағайындай алады. Әсіресе, егер мұрын қанауы ешқандай айқын себепсіз, яғни жарақатсыз немесе мұрынды шұқымай-ақ басталса, бұл да назар аударуды қажет ететін жай. Қан кетудің ұзақтығы мен қарқындылығы да маңызды көрсеткіш болып табылады. Егер сіз алғашқы көмек көрсеткеннен кейін 20 минут ішінде қанды тоқтата алмасаңыз, дереу медициналық көмекке жүгіну қажет. Бұл мұрынның артқы бөлігіндегі ірі қан тамырларының зақымданғанын білдіруі мүмкін. Мұндай қан кетуді үйде тоқтату қиынға соғады. Сондай-ақ қанның ағыны өте қатты болса, яғни қан тамшылап емес, ағып тұрса, бұл да жедел жәрдем шақыруға себеп. Көп мөлшерде қан жоғалту денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін. Қан кетумен қатар жүретін басқа да симптомдарға назар аударыңыз. Егер мұрын қанауымен бірге басыңыз қатты айналса, есіңізден танып қалатындай сезінсеңіз, жүрек қағысы жиілеп, тыныс алу қиындаса немесе теріңіз бозарып кетсе, бұл қауіпті белгі болуы мүмкін. Бұл симптомдар ағзаның көп қан жоғалтқанын немесе басқа да күрделі аурудың бар екенін көрсетуі мүмкін. Сондай-ақ, егер қан мұрыннан ғана емес, ауыздан да келіп, жөтелгенде немесе құсқанда қан байқалса, бұл асқазан ішек жолдарының немесе тыныс алу мүшелерінің ауруы болуы ықтимал. Сонымен қатар, егер сіз қанды сұйылтатын дәрі-дәрмектерді қабылдайтын болсаңыз, және мұрныңыз жиі қанайтын болса, бұл туралы өз дәрігеріңізге міндетті түрде хабарлаңыз. Дәрігер препараттың дозасын реттеуі немесе оны басқа дәрімен алмастыруы мүмкін. Қанның июында мәселелері бар. Мысалы, гемофилия немесе бауыр ауруы бар адамдар үшін мұрынның кез келген қан кетуі қауіпті болуы мүмкін. Сондықтан олар дереу дәрігердің көмегіне жүгінуі тиіс. Денсаулығыңызға немқұрайлы қарамаңыз, күмәнді белгілер пайда болғанда маманға көрінген дұрыс.
Алғашқы көмек мұрын қанын қалай дұрыс тоқтатуға болады. Мұрыннан қан кеткен кезде ең бастысы сабыр сақтау және дұрыс әрекет ету. Көпшілік жасайтын қателік басты артқа шалқайту. Бұлай істеуге мүлдем болмайды, себебі қан жұтқыншаққа ағып, жөтел немесе құсу тудыруы мүмкін. Ең дұрысы тік отырып, басты сәл алға еңкейту. Бұл қанның мұрын арқылы сыртқа шығуына мүмкіндік береді және оның асқазанға түсуіне жол бермейді. Осылайша, сіз қанша қан кеткенін де бақылай аласыз. Ыңғайлы орынға отырып, алдыңызға қан таматын ыдыс немесе сүлгі қойыңыз. Келесі қадам мұрынды қысу. Бас бармақпен сұқ саусағыңызбен мұрынның жұмсақ бөлігін, яғни танаудың үстіңгі жағын қысыңыз. Мұрынның сүйекті бөлігін қысудың пайдасы жоқ, себебі қан тамырлары жұмсақ тіндерде орналасқан. Мұрынды кем дегенде 10-15 минут бойы үзбей қысып тұру керек. Осы уақыт ішінде қанның тоқтамағанын тексеру үшін қысуды босатпаңыз. Үздіксіз қысым қанның ұюына және қан кетудің тоқтауына көмектеседі. Бұл уақытта ауызбен тыныс алыңыз. Қан кетуді тезірек тоқтатуға көмектесетін тағы бір әдіс суық компресс қолдану. Мұрынның үстіне және кеңсірікке мұз оралған сүлгіні немесе суық суға малынған шүберекті басуға болады. Суық қан тамырларын тарылтып, қан ағынын азайтады. Бұл әдісті мұрынды қысып тұрған кезде бірге қолдануға болады. Алайда, мұзды теріге тікелей тигізбеңіз, себебі бұл сүк шалуға әкелуі мүмкін. Оны міндетті түрде жұқа матаға орап басыңыз. Бұл қарапайым әдістер көп жағдайда қан кетуді тез және тиімді тоқтатуға көмектеседі. Егер 15-20 минуттан кейін де қан тоқтамаса, дәрігерге немесе жедел жәрдемге хабарласу керек. Қан тоқтағаннан кейін бірнеше сағат бойы мұрынды сілкілемеуге, шұқымауға және ауыр зат көтермеуге тырысыңыз. Бұл әрекеттер жаңадан пайда болған қан ұйындысын орнынан қозғап, қан кетудің қайталануына себеп болуы мүмкін. Сондай-ақ ыстық сусындар ішуден және ыстық душ қабылдаудан бас тартқан жөн, себебі жылу қан тамырларын кеңейтіп, қайтадан қан кету қаупін арттырады. Осы қарапайым ережелерді сақтау арқылы сіз асқынулардың алдын аласыз. Алдын алу және денсаулыққа күтім жасау. Мұрынның жиі қанауының алдын алу үшін ең алдымен оның себептерін жоюға тырысу керек. Егер сіздің аймағыңызда немесе үйіңізде ауа құрғақ болса, ауа ылғалдандырғыш құрылғыны пайдаланыңыз. Бұл әсіресе жылыту маусымында өте маңызды. Ылғалдандырғыш мұрынның шырышты қабығының кеуіп кетуіне жол бермей, оны ылғалды күйде сақтайды. Егер арнайы құрылғы болмаса, бөлмеге суы бар ыдыс қоюға немесе жылыту радиаторларына ылғал сүлгі иліп қоюға болады. Бұл қарапайым шаралар мұрын қанауының жиілігін айтарлықтай азайтады. Мұрынның шырышты қабығын ылғалдандыру үшін арнайы тамшылар мен спрейлерді қолдануға болады. Дәріханаларда теңіз суы негізінде жасалған көптеген спрейлер сатылады. Олар шырышты қабықты жұмсақ тазартып, ылғалдандырады және оның қорғаныш қызметін қалпына келтіруге көмектеседі. Сондай-ақ дәрігердің кеңесімен мұрынның ішкі жағына вазелин немесе арнайы майлы жақпа майларды жұқалап жағуға болады. Бұл шырышты қабықтың кеуіп кетуінен және жарылуынан қорғайтын қосымша тосқауыл жасайды. Бұл әдістерді әсіресе ұйықтар алдында қолданған тиімді. Дұрыс тамақтану да маңызды рөл атқарады. Рационыңызда С және К дәрумендеріне бай тағамдардың болуын қадағалаңыз. Дәрумені қан тамырларының қабырғаларын нығайтуға көмектеседі. Ол цитрус жемістерінде, қарақатта, тәтті бұрышта және орамжапырақта көп кездеседі. Дәрумені болса, қанның ұюына қатысады және оның жетіспеушілігі қан кетуге бейімділікті арттыруы мүмкін. Бұл дәрумен шпинат, брокколи және басқа да жасыл жапырақты көкөністерде мол. Жеткілікті мөлшерде су ішуде ағзадағы сұйықтық теңгерімін сақтап, шырышты қабықтардың кеуіп кетуінің алдын алады. Ақырында денсаулығыңызға жалпылама көңіл бөліңіз. Егер сізде жоғары қан қысымы немесе аллергия сияқты созылмалы аурулар болса, оларды үнемі бақылауда ұстап, дәрігердің тағайындаған емін уақытылы қабылдаңыз. Мұрынды сілкілегенде тым қатты күш салмауға тырысыңыз. Оны ақырын және әр танауды кезекпен тазалаған дұрыс. Мұрынды шұқу әдетінен арылу керек. Әсіресе балаларға мұның дұрыс емес екенін түсіндіру маңызды. Өз денсаулығыңызға ұқыпты қарау және қарапайым алдын алу шараларын сақтау арқылы сіз мұрынның жиі қанауы сияқты жағымсыз жағдайдан аулақ бола аласыз.